Мына көкөніс шай деген керемет болды ғой. Әсіресе мынау кешке тамақ ішіп болғаннан кейін тамақты кейде сіңіре алмай қалып жатамыз ғой, аузымызға келіп. Вот тамақтан кейін ішіп аласың кешкісін, тамағың сіңіп күшті ұйықтайсың түнде. Жалпы бауыр ауырса, өт толса, өтте тас болса, ішек жолдарын толық тазалайды. Жалпы толық организмді тазалайды ғой. Даже арықтауға да күшті әсері бар. Осы көкөніс шайы мен алоэ капсуласы бар. Сол екеуін бірге ішіп 5-6 кило айна тастап жатқан қыз-келіншектер өте көп бізде. Көкөніс шайдың пайдасы өте көп. Азанда аш қарынға, сосын кешке тамақтан кейін іше бересіз. Бір күнде мысалы осыны кішкентай шәйнекке күні бойына демдеп тұндырып қойып іше берсеңіз болады. Организмді өте жақсы тазалайды. Денедегі артық су, отек дейміз ғой, организмдегі соның барлығын жақсы шығарады. Әсіресе ыстықта ішіп отырсаңыздар, тер арқылы организмдегі токсин шлактарды жақсы тазалайды. Бауыр, өт, ішек жолдарын жақсы тазалайды.